Баршаңызға қайырлы күн, пайдалы каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз YouTube каналға алғашқы 1000 подписчикті қалай тез жинап алуға болатыны туралы айтатын боламыз. Менің каналымда қазіргі таңда 2347 подписчик бар. Бұл подписчиктер маған бір айдың ішінде жазылды. Оны қалай тез жазылуға болатыны туралы бүгін айтатын боламын. Алғашқы 1000 подписчик маған 10 күнде жиналды. Көп YouTube канал ашқан кісілер монетизацияға қосылу үшін сол 1000 подписчикті қалай жинаймын деп қиналып жүреді. Оның ең оңай жолы YouTube'дағы жаңадан шыққан функция, яғни Shorts'ты пайдаланамыз. Shorts'қа Instagram'нан немесе TikTok'тан қызықты видеоларды алып салуға болады. Күніне 2-3 видеодан салып, оптимизациясын дұрыстап жасағанның арқасында видеоларыңыз көп просмотр жинайды, және де соның арқасында сіздерге подписчик жиналады. Қазір менің өз каналымның аналитикасын сіздерге көрсететін боламын. Міне, соңғы 28 күннің ішінде менің каналымда 2200 подписчик жиналды. Және де менің салған шортстарым ең көбі 275 мың просмотр жинаған. 100 мыңнан астам, 40 мыңнан астам, 30 мыңнан және де 10 мыңнан астам просмотр жинаған. Бұл просмотрлар бірақ там сіздің сағат санына қосылмайды. Бірақ аналитикада менің сағатым 3700 сағатты көрсетіп тұрғанымен компьютермен кіріп көрген кезде менде 780 сағатты көрсетіп тұр. Яғни бұл просмотрлар жаңағы монетизацияға қосылу үшін просмотрға саналмайды. Сондықтан осындай видеоларды күнделікті салу арқылы өз каналыңызға подписчиктер жинап алсаңыз болады. Ең маңыздысы бұл жерде музыканы бақылаңыздар. Ешқандай авторлық құқығы жоқ видеоларды салу керек музыкада, ал видеоларды кейін монетизацияға қосылатын кезде немесе өзіңізге керекті подписчиктер санын жинап алған кезде каналыңыздан өшіріп тастасаңыз болады. Және де алғашқы салған кезде жаңағыдай YouTube студияда ешқандай жалоба шығып тұрған жоқ па, соны бақылаңыздар. Сол жалпы осындай жолы бар тез жинап алатынына. Мен салған шортстардың ешқайсысын өзім түсірмегенмін, барлығын Instagram'нан алғанмын. Өзіңізге ұнайтын видеода жаңағы музыкаға жалоба шықса, оны авторлық құқығы жоқ музыкамен ауыстырсаңыз болады. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Барлықтарыңызға каналдарыңыздың дамуына сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңыз алға бассын. Алғашқы 1000 подписчикті мен сияқты тез 10 күнде жинап алыңыздар.